Дауыссыз дыбыс. Дауыссыз дыбыс өкпеден шыққан ауаның ауыз қуысында кедергіге ұшырап шығуынан жасалады. Қазақ тіліндегі дауыссыз дыбыстар: Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З, И, К, Қ, Л, М, Н, Ң, П, Р, С, Т, Ф, Х, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, У. Дауыссыз дыбыстар үн мен салдырдың қатысына қарай ұяң, үнді және қатаң болып үшке бөлінеді. Оны төмендегі кестеден көруге болады. Ұяң дауыссыз дыбыстар үн мен салдырдан тұрады. Салдыр басым. Олар Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З, Х. Үнді салдырдан үні басым. И, Л, М, Н, Ң, Р, У. Қатаң дауыссыз дыбыстар тек салдырдан тұрады. Олар К, Қ, П, С, Т, Ф, Х, Ч, Ц, Ш, Щ.